Хузайфа радиаллаху анху деген сахаба болады. Ол бірде бала шағасын бағудан қатты қиналып қалады. Яғни тапқан таянғаны бала шағасына жетпейді. Несібеден тарылып қалады. Сосын оның жағдайын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам естіген кезде Хузайфаға қарап: "Ей Хузайфа, неге истихфар айтпайсың? Мен күніне 100 рет истихфар айтамын ғой" деген. Истихфар айтпайсың ба, ей Хузайфа деген. Яғни сен қиыншылықтан, таршылыққа тап болсаң, истихфар айт. Алладан кешірім тіле, сен таршылықтан шығасың ғой деген. Истихфар дегеніміз қазақша айтқанда бұл Алладан кешірім сұрау деген сөз. Яғни пенде Алла тағаланың құлы ретінде біз әрдайым Құдай тағаладан кешірім сұрап жүруіміз керек.